Ассалаумағалейкум, қайырлы күн. Бүгін бізде курсымыздың 10-шы сабағы. Біз алдыңғы сабақтағы проектімізді ары қарай жасайтын боламыз. Біз осындай сайт жасап жатырмыз. Мінекей біздің фигмадағы макетіміз. Так, біз қай жерге келдік? Біз бірінші бетін жасап біттік, енді екінші бетіне барайық. Екінші бетінде бізде ол кодқа баратын болсақ, енді секшнға барамыз. Так, давайте секшнға класс берейік. Section берді берейік класс. И как бы CSS-та сразу section бір деп классты ашамыз. Background бізде ақ болады. Так. Мына жерде бізде кішкене артық кет қалған сияқты. Мен ойлаймын бәрі түзеліп кететін шығар деп. 110 padding топ 110 болады. Padding топ 110 пиксель. И бізде мынау H2, иә? Копировать етеміз. H2.H2 дейік. Опа. Приложениеден кейін қателеспесем BR қоямыз. Дәл солай. Көрейік, не шықты бізде. Пока ортаға, так, мына жерде біз артық кеткен екен. Давайте мына жақта бізде, по-моему, padding боттым артық болып кетті хедерда, иә? 635, давай 310. 310 болса, қазір көрейік қанша нормально бола ма? Все нормально. Так, мынаны бізге ортаға қою керек. H2 классы и tats. Все, без проблем. Мына жақта бізде бар. Барлық керекті кодтары H2-нікі. Қараймыз, и вот один в один, просто тура бірдей болып шықты. Дальше бізде P. Так, 50, е? Margin bottom 50. Padding 0. Margin 0. Дальше бізде P. Класс береміз. Текст деген класс берсілайық. По-моему, ондай класс бізде жоқ әлі. Екінші лоремнан кейін BR бар. Осы жерінде кодын копировать етеміз, чтоб ешқандай бізде қиындық болмауы үшін. Сондықтан вообще проблема жоқ. Figma енді керемет нәрсе, негізі барлық кодты береді, осындай қажет жағдайында. Кейбір кезінде әрине сіздер өздеріңіз барлығын түзеп отырасыздар. Кешірім сұрайым. Мінекей біздің текстімізді шықты. Ары қарай бізде мынандай конструкция. Маған мынаны біз бірге алып көрейік негізі. Мынау бөлек. Үшеуін аламыз да, мына жерде бізде group selection дейді. И біз үшеуін бірге аламыз. Осыны алып біз фото ретінде скачать етіп аламыз қазір. Үшеуі де бірдей, так что ешқандай проблема жоқ. Бұл бізде логотип, иә? Лого папкасына лақтырамыз. Давайте лого. Так, лого деп сохранить еттік, по сути. Так, div класс. Подожди, класс емес, давайте пусть будет
какой-то блок болсын аты. Так, шығып кетті. Так, бұл блогымызда не болады? Бізде фото болады. Жанында заголовок, бұл H4 и астында P. Ну, давайте жасап көрейік. Заодно сіздерді үйренесіздер. logo.svg жанына H4. Так, H4 бізде, по-моему, болды, я? Чуть-чуть болған жоқ H4, так что без проблем. H4-дің тексті бізде ғана создание сайтов дейді. H4-дің тексті создание сайтов, астында P бар. P-ның тексті сол, аяғы. Так, текст, так. Бұл жерде, кстати, BR қойып не обязательно, сондықтан қазместері көрсетем бәрін. Көрейік, пока не шықты, пока бізден андай нәрсе шықты. Так, бұл жерде біз бұлай жасаймыз қазір. Класс блок. Display flex десек, жанына бара ма? Жанына барды. Так, бірақ маған жерде тағы да бір div керек. Div. Давай қалай қойсақ болады атын. Атын бұл жерде біз сайт деп қойық. Мыналарды, как вы қараңыздар, мына жерде бізде заголовок пен параграф екеуі бір жолда кетіп қалды, а бізге параграф заголовоктан астында болу керек, сондықтан екеуін алып тағы да бір дивқа саламыз. И осы арқылы біз проблеманы шешуге тырысамыз. О, міне кетті, көрдіңіздер, я? 226 дейді. 195 берсек негізі жақсы болады. Width 195 ұзындығын береміз. И сол арқылы бізге BR жасап қажет емес. Вот, көрдіңіздер, я? Мынау кішкене қисық тұр, сондықтан біз как бы тура ровно жанына қой көрейік. Арасы 17. 17, я. Так, margin left 17. Опа, әдемі болды, я? Бізде мынандай үш нәрсе бар. Осындайдан үшеу, я? Тура осыны копировать етеміз. И тағы да екі рет қоямыз. Жол артық болып кетті. Опа. Так, енді бізге мұнан барлығын тағы да бір болып қалу керек. div.blocks болады. И аламыз да осының барлығын осы blocks деген дивтің ішіне саламыз. Мына жерде бәр конструкциямыз қисайды от души. Барлығын дүзет қойық, әдем болу үшін. И давайте блоксқа тоже как бы display flex берейік. Но блоктардың арасы как бы 30 болу керек, я? Қанша болады екен, примерно қарайық қазір. Так, шетінен 30 деген дұрыс емес болып тұр. Ну, знаете, мен ойлаймын, мына жерде примерно 30 топты өлшеп емес, біз display flex justify content space between берсек дұрыс болады. Бәрі ровно тұрады сонда. Опа. Пока бәрі бірінің астынан бірі тұр. Блоксқа біз 3 display блок салдық. Бірақ, в чем проблема? Так, display flex, justify content space between. В принципе, негізі барлығы дұрыс тұр. Бірақ, о, не кетті, кстати говоря.
70 болып тұр, иә. Margin bottom 70 пиксель. 70 пиксель бастық, и вот 70 пиксель болса 70 пиксельға түсті. Так, давайте на заголовок-тікін көрейік біз. Создание сайтов деген бізде H4. H4 болса H4. H4-ке кірдік. И біз на жерде береміз. Өзінің несін қойдық. Енді дальше бізге... Так. Мынандай нәрсе мен сіздерге көрсеткем. Сайт деген класстың ішіне кіреміз, және оның ішіндегі параграфқа барамыз. И сол параграфқа біз как бы новый класс создавать етпей-ақ, оған осылай өзінің характеристикасын бере саламыз. Вообще без проблем. Вот. Сондықтан каждый нәрсені жеңілдетіп үйрену керек, потому что уақыт көп кетіп қалуы мүмкін. Әр нәрсеге создавать етсек, біріншіден уақытыңыз кетеді, екіншіден жаңа биттар кетеді компьютердің памятындағы. Өйткені әр нәрсе ол өз уақыт алады. Так, но тура сол кнопка қарап отырсаңыздар, иә, тек қана все услуги деп тұр. Так, отступ 55. 55 болса 55. Так, margin bot, так, негізі margin 0. Padding 0 қойдық. И margin bottom 55 пиксель. И ары қарай жұмыс істейміз. Так, на дифтің шеті, по-моему, осы. И так, давайте. Кнопкамыздың несі қайда мына жақта. Міне тура осы. Аламыз, копировать етеміз. Ох. Қойдық. Аталай болды. Кнопкамыздың все услуги дейді. Обновить етеміз. Вот екінші бетті біз одан да тез жасап тастадық. В принципе, не знаю, 10 минутта жасап тастадық қойдың, қателеспесем, уақыт қараған жоқпын. Так. Section 1, иә? Margin 0, padding 0 и margin bottom 105 пиксель. Кстати, біз мына жерде осып қарамаппыз. 110, үстінде 110 бар екен. Margin top 110. Жазылмай қалды. Margin top 110 пиксель. Так, вот. Біздің сайтымыз пока вот осындай. Кнопкалар пока істемейді, оларды жасаймыз біз біраздан кейін. Үшінші бетті барайық. Үшінші бетте, в принципе, тоже қиын тема көріп тұрған жоқпын. Фонның светі, вот. Оған біз section 2 деген класс создавать етеміз. Так, олай жазсақ келмейді екен. Давайте. Caps lock. Section 2. Section 2 деген класс бердік. И барып қазір section 2-імізді жасаймыз. Цвет бар. 100 пиксель. Бірінші margin 0, padding 0, margin top 100 пиксель. И астын сразу қарайсылайық, давайте 70. Ешқандай проблема жоқ мына жақта бізде. Так. Мына жақтан біз мынаны бір блок қылайық. Бұл бізде H2 тоже. H2 точка. Так, высокий стандарт. Стандарт деп жасайық. Ага. Высокий стандарт разработки деп жаздық.
ары қарай бізде lorem ipsum P арқылы так br беріп қажет па бұл жерде негізі қажет емес. Ладно, астына давайте view деп жазылайық. Кнопканы аты подробнее о компании дейді. Подробнее о компании деп жаздық. Так, дальше. Оны біз бір дифқа салуымыз керек, div создавать етеміз. Қандай div создавать етсек болады? High деп жазайық, давайте. Высокий деп тұрған. High деген жоғары, биік деген сөз. На жаққа img берем. И давайте нам фотоны скачать едік. Дизайнда экспорт SVG мен жазамыз, ұмытпаймыз. Офис деп атпен сохранить етік. Давайте office.svg. Обновить етеміз. Так, пока осындай нәрсе бізде. Аха. Енді не істейміз? Енді біз негізі үстінен 100 берген сияқты едік, Так, біз оны немен бердік? Margin топпен беріп қойдық. Біз padding топпен береміз. Осы жерден кішкене қателесіппін. Айып етпесіздер. Paddingпен береміз. Түсті бізде. Так. Ұзындық 489, Width береміз. 489 пиксель. Аха. img'ді и div-high'ды біз бір классқа қойып display flex беруіміз керек, сонда екеуі бір қатарға тұрады. Ол үшін біз давайте, не знаю, келіктен ат жазылайық. Pen, ручка тұр екен, надо просто. Жолын деп қоямыз. Опа. img тағы бір div қасалайық. img тағы бір div қасалдым, бірақ фото жанында бар ма, де? Мен display flex берген жоқпын. Давайте pen display flex. Display flex бердің жанына кетті. Енді мына жақта 150, мынау 100-е тағы да 50 береме. Не әдемі келе жатыр негізі. Display flex justify content space between бергеніміз дұрыс сияқты. Кішкене контейнердің шетіне қарай ойсады. Дәл солай. Так, мына жақтан инспекттен кодты алсылайық. Готовый. Ол бізде стандарт деп тұр. Стандарт жоқ пока бізде. Давайте стандарттың ішіне жазамыз барлық қажетті жерде характеристикаларымыз осы тексттің. И вообще без проблем қазір. Так, хайдың ішінде P керек бізге. Яламызды P-ның характеристикаларын жазамыз. Барлық тез жазуға тұрыс керек.
И также бізде А бар, иә? Ссылка. Оны дәл солай жасаймыз. Сохранить етеміз. И вот бізде как бы уже үшінші бет почти дайын, иә? Так, нарада бізде HR бар, иә? 90. Так, фото офис. А, 90 болды, 70 емес. Так, ұзындығы бізде 1110. Так, давайте 100% болады. 100% бесла, өйткені страницаны кішірейтіп кеткен кезде сонда шығады барлығы, иә? Шыға ма линиямыз, шықпай ма? Опа! Біздің HR-ымыз дұрыс болмады. Байқамай біз класстың ішіне кетіппіз. Класстан шықтық. Оп. И все, кстати. Біздің сызығымыз келіп тұр. Тағы 70 астынан. Margin bottom 70. Ага. И бізге мынандай нәрсе керек енді. Скачать етеміз, тоже бір логотип. Так. Біз мына жақта логоға саламыз. И давайте переименовать етейік. Лого 2. Так. Мынау екеуі былай и мынау екеуі былай. Так. Тағы да бір div керек. Тіпті бірнеше div керек негізі. Div blockers общий div болады. div.blocker. Оның ішінде по идее тағы да div керек па? H6 ғой, я примерно. Жасап көрейік, давайте img logo 2 svg h5 пен берейін. H5 ой, 125, оны не үшін копировать етіп жазып отырмын мен. P бізде our projects. Қарап көрейік, не шықты бізде. Так, пока осындай нәрсе шығып тұр. Blocker и DisplayFlex беріп көрейік. По сути не өзгереді. И біраз нәрсе өзгерді. Тағы да бір div беру керек сияқты. Blocker 2 дейік. И DisplayFlex'ті Blocker 2-ға береміз. Бірақ сохранить етілмей қалыпты. Я болды. Керек нәрсе болып жатыр негізі ақырындап. Инспектор арқылы түзеп алайық барлығын.
точка. Блокердің ішінде бізде P бар. Сол P-ны түзейік. Жо, біз қателесіп қалдық. Бізге характеристикасы керек. Так. Характеристикасы міне тұр бізде. Аха, жаман емес. 30 неге көбейіп кетті. Аха, азайды. Мында тоже примерно. Аха, примерно келіп жатыр ақырындап. 20. H5-ке padding left 20 пиксель қоямыз. И да, жасалды. Енді осы конструкциямызды, ол бізде қандай конструкция? Ол бізде блокер конструкциясы. Бізге нешеу керек одан? Бізге одан 5 керек. 4, 5. И блокерсқа тоже display flex беру керек. Ал блокерлардың арасы бізде 100 болады екен, каждый арасы. Так, right деп берген дұрыс сияқты. Margin right 100 пиксель. И давайте блокерсқа margin 0 автодик. Жұмыс жасайым екен. Так, жұмыс жасаған жоқ. Может быть текст align center. Жоқ. Бәлкім істейді. Жоқ, істеген жоқ, Align items center деп беріп көрейік. Бәлкім осылай жұмыс жасап кетеді қазір. Жұмыс жасаған жоқ. Онда біз басқа амал қолданамыз. Так, на жаққа дейін 500 отыр, так. Түзеп өлшеп алайық. Margin left 95 пиксель. Қазір ортаға қарай жылжу керек. Дәл солай. Біз осылай уже 3 бет жасап тастадық.